Kımız etlerini görme, kımız etlerini. Vallahi halekine kımız etlerini. Al, hürmetli ağaylar. Mına hoş geldinizler. Mına endi бүгін енді Қожамберді ағайындардың дастарханына қош келдік деп шапалақ соғып қояқшы, иә? Сәлем сөйлмей, әлем сөйлмейді дейді. Сәлем сөздің атасы дейді. Сондықтан да баршаларыңыз бір ассалаумағалейкум деп қояйын. Ал енді қадірлі ағайындар, бүгін енді жақсы бір керемет отырыс болады сияқты. Сондықтан да бүгінгі кереметтей отырысымызды осындағы Сейдахмет ағамызға беріп, дастарханымызды ашсақ деген бір ниетіміз бар. Енді бата берді. Батадан кейін Сейдахмет аға өзіңізге тізгінді берсек, ары қарай жалғастырсаңыз. Дастарханның басында бас қосқанда қазақ деген халықтың ең бір жақсы қасиеті мына ЮНЕСКО-ның жаңағы тізіміне кірген біздің қазағымыздың қонақжайлылығы екен. Сол қонақжайлылықты мына біздің осы астаналық Қоңырат ағайындар өздеріне туып ұстап, міне осындай бір ай сайын, 2 ай сайын осындай дастархан жаятын бір үлкен бір өзіміздің үрдісіміз бар. Сол үрдістің кезегі мынау кешегі бабамыз Қожамберді Құйысқансыз бабамыздың ұрпақтары алған екен осы тізім бойынша. Сол кісілер бүгін дастархан жайып сіздерге өздерінің қызметін көрсетіп жатыр. Енді бұл ата өте сондай бір өскен, өнген, былайша айтқан кезде халықтың құрметіне бөленген ата, ұрпақтарда сондай бір мықты-мықты, жаңағы сен тұрсаң, сен тұр мен атайын дейтін кереметтей жақсы азаматтар. Енді осы азаматтар дастархан жайып отыр екен, осы азаматтардың құрметіне бір жақсылап бір шапалақ ұрып қойыңыздар, өйткені дастархан құрмет жасау өте бір жақсы үрдіс, сол үрдісті алып өз деңгейінде атқарып жатыр, атқарып өткізеді ғой деп мен ойлаймын. Енді ағайын біз енді бұл енді астаналық ағайындардың осы бір өте бір жақсы қасиеті, осы ортамыздағы бір нәзік сезім, ағайындық, туысқандық, былайша айтқанда бір қазақтың қазақи бір жаңа әлгінде айттым ғой, қонақжайлық, бір-біріне деген құрмет, бір-біріне деген сондай бір сыйластық. Мына бүгінгі президентіміз де айтып отыр ғой, адал адам болды. Сол адал әрекеттерімен осы ортада, осы Астана өңірінде өздерінің осындай бір жақсы әрекетін паш етіп, мынау жылда наурыз береміз, оның бер жағында 2 ай сайын бас қосамыз, оның бер жағында басқалай қазақ ағайынның білесіздер ғой, бір қуаныш, бір реніш дейді, сондай жағдай болып отырады, басқалай жағдай болып отырады. Соның бәрінде бір-бірімізді көтермелеп, қошеметтеп, Алланың жаңағы ишаратымен бір-бірімізді сабырға шақырып жайымыз бар. Сондай бір жақсы күндер біздің ортамызда өтіп жатыр. Алла осы күнімізді мол қылсын, осы бір-біріміздегі мына мейірім көзімізді мәңгілік қылсын жігіттер. Бұл енді осы сіз біздік бұл дүниеге келгеннен кейін ағып баратқан дүние, ағып баратқан заман, өтіп баратқан уақыт. Бұл жерде осындай бір жақсы ұстанымды біздің бір адами қасиетіміз, ертеңгі ұрпаққа үлгі болатындай бір осындай жақсы әрекеттеріміз біздің ортамызда қалады екен. Осы астаналық ағайындардың ойымай, солардың бір-біріне деген ынтымағына, бірлігін сондай бір жақсы мықты орта қосылған екен деген айтылған ұстанымды әңгіменің соның төрінде, соның тұғырнамасында отырып жүре берейік. Мынау бүгінгі дастархан Құда қаласа құт берекелі бола берсін. Мына ортада мына бір қауым ел отыр. Мына біздің Марат бауырымыз осы дастарханның басында отырған біздің төрағамыз. Енді бүгін бұл азаматта өз ортамызда отыр. Ары қарай осы Марат жалғастырып, мынау ортасын дастарханын гүлдендіріп отырайық. Жігіттер, күліп ойнап осы дастарханды кереметтей өткізейік. Алла осындай күнімізді мол қылсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қазағын басына кереметтей қой үстіне бостырылай жұмыртқалайтын заман жалғаса берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті 25 ата Қоңырат төрағалары, аңғыл ата ұрпақтары, жақсы, керемет, табиғи жерге дастархан жайып. Кішкене әңгіме тыңдап жігіттер, 2 секунд өтініш. Бір мен ағайындар. Мынау бүгін жақсы табиғи жерге дастархан жайып, өте жақсы демалыс жерге шақырып отырған екен. Сәке, үлкен рахмет. Мынау өте дұрыс болды. Өзіміз қарапайым ауылда жүргендей болып жүрміз. Құда қаласа ағайындар, ауызбіршілігіміз жоғалмасын.
дастарханымыз әрдайым жақсылыққа жайылсын. Алла Тағала мына Астана қоңыраттары, ұрпақтарындай деп атаққа ілініп жатырмыз. Аллаға шүкір, осының бәрі сіз, біз, бәріміздің арқамызда Алла Тағала ұрмағымыз жоғалмасын, деніміз сау болсын. Мынау жаңа су жаңа дей ма, Құда қаласа төрағаларымыз келіп жатыр. Мына Болат бауырымыз, Алғи атаның ұрпағы. Өзіміздің бауырымыз, құрдасым төраға болып келіп жатыр екен. Құда қаласа құтты бола берсін. Кеше Саңғылата ұрпақтары ас берді. Өздеріңіз куәгер болдыңыздар. Өте жақсы, жоғары деңгейде өтті. Бұның жоғары деңгейде өтуі, бұның бәрін ұйымдастыру мына Бақытжан ағамыздың арқасында. Бақытжан аға тұрып қойыңыз. Міне ағайындар, енді осы отырысқа үлес қосып, осы отырысқа ат салысып жүрген мына төраға орынбасарларымыз, мына Қалжан ағамызға рахмет айтамыз. Ақша жинау өте қиын ағайындар. Соның бәрін уақытында жинап беріп, мына осының бәрін ұйымдастырып, ат салысып. Біз әрдайым айтамыз ғой, Саңғылатаның дастарханы болғанымен бүкіл 25 ата Қоңыраттың абыройы деп. Аллаға шүкір, абыройымды тағы бір көтеріп тастады. Құда қаласа міне келесі жылы Тоқболат ағайындар, бұл кісілерді әзір ойланып не жүрген, Құда қаласа одан да жақсы өткізуге әрекет қылыңыздар деп айтып жатырмын. Жылдан жылға бірінен бірі жақсы болу керек ағайындар. Ол деген бүкіл Қоңыраттың абыройы. Тоқболат ағайынның абыройы емес, Тоқболат ағайын дастархан жаятын шығар. Бірақ соның бәрін ұйымдастырып 25 ата Қоңыраттың абыройы болады. Бүкіл ел, халық естіп. Айтаханов ағамыз да рахметін айтып қуанып жатыр. Жылдан жылға бұл өте өзгерістер көп болып жатыр. Мына Құда қаласа келесі жыл одан да жақсы. Одан бір жыл алдына Алғи ағайындар өткізді. Міне Болат бауырымыздың тойханасында өткізді. Ол қандай әдемі болды. Жылдан жылға жақсы бола берсін Құда қаласа. Тілектес біз, дендеріңіз сау болсын. Мына осы шаңырақ, осы жер мына Ануар деген ағамызға қарайды. Мына Ануар ағамызға үлкен рахмет. Bir орныңыздан тұрып қойсаңыз да бар. Біреу білет, біреу білмес. Құда қаласа осы шаңырақта әрдайым жақсылық болсын, той болсын, көкпар көп болсын, аттарыңыз шауа берсін, палуан құламасын Құда қаласа, өзіміздің бауырымыз. Танауларыңызды келіп бір демалып қойыңыздар, аттың жаңағы сідігінің үйі келіп Құда қаласа. Ол өте табиғи. Ат жылқы десе қазақ еске түседі. Сәке, мынау дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын Құда қаласа. Той болсын. Әйтеуір мынау 25 ата Қоңырат төрағалары, мынау орынбасарлар, мынау ағайындар қызмет қылып жүрген. Бәріңіздің шаңырағыңызда той болсын, жақсылық болсын. Құтты болсын Құда қаласа. Ниет қабыл. Бата, кән бака бергішкен. Мынау Саңғыл ағайындар кеше наурыз берді ғой. Бақ қарасын, қыдыр дарасын. Айдан аман, жылдан есен қылып, алыстағы жақындағы және осы Астанадағы Қоңыраттың барлық ұрпақтары аман қылсын. Амин. Шақта малың кетпесін. Қайда серік? Шақта малың кетпесін. Қазаның оттан түспесін. Ошағың от өшпесін. Шаңырағыңнан береке кетпесін. Ал дәмге қараңыздар. Сағанып іздеп тұрайық, сіз іздеп тұрайық деп, мына өзім жақтан жігіттер танысып жүрсем де, үлкен үшін танысып жүрейін деген ойым бар. Сен бірінші бабамыз туралы бір 2 минут бір әңгіме айтып берсек, кім болған Қожамберді бабамыз? Ол әңгімені тоқтатар. Осындағы елдің бәріне құлағына алтын сырға. Біздің Қожамберді бабамыз 3 ханға қызмет жасаған, бас қолбасшысы болған. Сөйтіп мына Сырдың өңірінде мынау Көк Көсене дейді, Сонағадан дәл бергі жоғары жағында Көк Көсене деген жерді сосын мынау неге қызылдың құмын тегіс сол сияқты сол Қожамберді бабамызға жаңағы неге теріге пешат басып сөйтіп атына бекітіп берген екен. Ағайын тұмаларымен осы жайлардың бәрі саған қарайды. Содан бері біздің ата-бабаларымыз осы екі ортаны жайлап жатыр. Сырдың өңірін, қызылдың құмын, екі ортаның бәрін.
ол кісінің өзі 3-4 қанға қызмет жасаған дейді. Өте мынау өзі өте батыр, өжет, сондай әбжіл, сондай іскер, айтқанынан қайтпайтын сондай батыр болған ғой. Сондықтан да ең соңында сол ханды атып өлтірген кезде соны артынан қуып барып, сол Ташкентке барып артынан қуып барып атып өлтірген екен сол жаңағы несі. Жауды. Иә, жауды. Сөйтіп сол кегін алып, сөйтіп қайтқан екен. Содан осы үлкейген кезде жаңағы ол үлкен болып жаңағы қантайған шағында жаңағыдай алмас қылышын беріп, жаңағыдай неге тереге пешатын басып, осы өңірдің бәрі сенің жаңағы аумағың, еліңнің, жеріңнің осы жерде емін-еркін өміріңді сүрдеп белгілеп берген екен. Содан бері Құдайға шүкір сол өңірде мына Қызылорда, мына Шымкент, Ташкентке шейін почти осы өңірді алып жатыр біздің қоңыраттар, соның ішінде Құйқаныс бабаның ұрпақтары, Құйқаныс Қожамберді батырдың ұрпақтары. Содан енді біз де осы жетіліп жан-жақтан келе жатырмыз. Бабаларымыздың өсиеті көп, оның бәрін айтып таусамаймыз. Мынау Айдархан деген көкеміз болған жазушы. Сол кісі біраз нәрселерді, мағлұматтарды кітапқа түсіріп кеткен. Кітаптарда бар. Оның бәрін айтып жатуға енді уақыт тарлау шығар деп ойлаймын. Енді осы жерде мына бәріңіздің осында келіп, біздің ауылдан келіп дәмді татып отқандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Сосын өзім жақтағы жігіттерді таныстырып жіберейін, ағайындар. Мынау Ердәулет деген көкеміз. Тағы сұрақ. Неге құйысқансыз деп айтылды, соған қысқа ғана айтып берсіз. Құйысқансыз. Қожамберді бабамыздың. Қожамберді батыр өзі бұл баяғыда қазақта қыз ұзатқан кезде қызға таңдау беріледі екен. Осы үйден не аласың? Қалағаныңды ал деп. Сонда жаңа Құйысқаныстың қызы мынау тұрмысқа шығып бара жатып, мына Қожамбердінің мен төркінін сағынам, неше жылда келем, қай уақытта келем деп, ол Найманға ұзатылып жатыр екен. Алатаудың бөктеріне. Сөйтіп сояқ кетіп бара жатқанда сол жаңағы біздің Қожамберді бабамызды жас кезінде соны бауырына басып алып кеткен екен. Сөйтіп Найманның бауырында өскен Қожамберді бабамыз. Сөйтіп жігіт болып, содан өзі сондай көкпар жау, шабандоз болып ат шығып, жауға барып, ортаға түсіп, небір жекпе-жектерде абыройлы болып қайтып сөйтіп жүрген кезде бір күні біреу айтқан ғой, ай, сен Найман емессің ғой, сен Қоңыраттың бар еліңді, жеріңді неге тауып алмайсың, неге мына біздің балдарға күн бермейсің деген әңгіме шыққан ғой. Содан анам деп жүрген адамы өзінің туған апасы болып шығады ғой. Кел, менің елім қайсы, жерім қайсы тауып бер деп жаңағы анасына жылаған кезде, мен сенің анаң емес, мен сенің апамын. Қоңыраттардың төрағасы Атсуан ма? Марат ағамызға бір шұғыл шабыласы. Бірінші орынбасары Мұрат Еденбаев деген ағамыз белгілі себептермен келе алмай қалды. Екінші орынбасары мына Ермекбай ағамыз, бұрынғы Маңтай ағайындардың төрағасы. Үшінші орынбасары мынау үш ата дейді. Жембет Борай Қоңыр Сопы. Сол кісінің төрағасы Қалжан ағамыз, әрі Қоңыраттардың орынбасары. Одан кейін мына төртінші орынбасары мына Тайыр ағамыз, мына Ақболат ағайындардың төрағасы. Бесінші орынбасары сол сөйлеп тұрған біз, Қаршы ағамыз, Қаршы ағамыз енді келеді енді. Ал енді одан кейін мына жаңағы сөйлеген мына Сейдахмет ағамыз, бұрын енді осыдан орыстар айтады, бывший не бывает деп. Бұрынғы төраға. Қазіргі осы бұрынғы төрағамыз, Сейдахмет ағамыз, қазіргі Құлшығаштардың төрағасы. Қазір енді жаңағы біз енді 300-ге бөлінеміз ғой енді. 300-дің
сол құрылтайында төраға болып жүрген бізде ана Қоңыраттардың Елтау қоғамдық бірлестік бар. Сол бірлестіктің төрағасы. Осы жаңа тілім жетпей жатыр ана төрағаға. Қандай еді жаңа? Ел кеңесі. Ел кеңесінің төрағасы. Оң қапталма мына. Мынау енді Бақытжан аға қош келдіңіз. Кеше ғана осы май айында Саңғыл ағайындар ас беріп бүкіл ағайындарға ас беріп жатыр. Бірақ бұрынғы төрағасы Ерлан деген бауырымыз, қазіргі төрағасы Бақытжан ағамыз бір-екі ауыз айтып жіберсеңіз. Өзіңіз сайландыңыз ба? Біз енді біле отырайық информация. Қош келіп жатсыз енді. Бақытжан ағамыз Саңғыл ағайындардың өкілі. Қазір айта отырамыз. Ары қарай мына Жауғашты ағайындардың төрағасы Сайлау ағамыз. Одан кейін Ноғай ағайындардың төрағасы Жұмабек ағамыз. Қаракөсе ағайындардың төрағасы Серік ағамыз. Қайрақ ағайындардың орынбасары Арапбек бауырымыз. Арапбай. Әбекең бір шаруалармен жол жүріп кетті. Абдулла ағамыз. Әбекең енді орнына замы келіп жатыр. Ар жағында. Мынау біз енді Алты Қырғызалы деп жатырмыз. Сол Алты ағайындардың төрағасы мына Пернебай ағамыз. Одан кейін мына Оразкелді ағайындардың Жақып ағамыз келе алмай қапты, өкілін жіберіпті Ұлан бауырымыз. Оразкелді. Құрбан ата ағайындардың төрағасы Оңғар ағамыз. Видео қарап қойыңыз Оңғар ағам. Опа! Ары қарай. Мына Қира ағайындардың төрағасы Ғалымжан ағамыз. Ал келесі төраға су жаңа сіп свежий. Әлі дастархан жаймаған. Bir hafta olsaylar. Мәген жаман қылқымнан ұстады дастархан жаймыз. Есқараев Болат Шакенұлы. 70 жылғымын. Жетісай қаласынан Жетісайда Абай дейтін мектеп бар, сол Абай мектебін бітіргем. Прям нөлден бастаған мен. Осы Астанада нөлден бастап сол жұмыста циррозбен ауыратын адамдардан жаңадан бауыр өсірдік қой. Ары қарап бизнестеміз. Осы жерде жүргенім почти 30 жыл болады енді. Бәке тілек айтқан кезде тағы да официально айтамыз. Енді ары қарай таныстырып өтейін. Мынау Қанат деген бауырымыз, мынау Жетіндер ағайындардың төрағасы. Шабалас болып қойыңыздар. Одан кейін мынау бізде Қараша ағайындардың төрағасы бар, Өлмесхан деген ағамыз. Соның орынбасары Бақытжан деген ағамыз. Жаңадан қосылып жатыр енді. Өлмесхан ағамыз бір себептермен келе алмай қалды. Өте қуаныштымын осындай ортада отырғанына. Ал ары қарай мына Бақытжан ағамыз, Божбан ағайындардың төрағасы. Одан кейін мына Жауғашты ағайындардың орынбасары Нұржан бауырымыз келіп жатыр мына ортамызға. Ары қарай енді ағайындар бері қарай мына. Мынау Сакен деген бауырымыз, мына Байлар Жандар ағайындардың орынбасары. Енді мына Жұмахан көргем жол ашып кетіп еді. орнына жібере алмай қалды ау. Соңғы таныстырып жүрейік. Мынау енді Маңғытай ағайындардың төрағасы Нұрбол бауырымыз енді. Ерал деген бауырымыз енді келіп жатыр. Осы Астана Көкпар Федерациясының президенті өздеріңіз білесіздер, Шабандоз Албан енді өзіміздің бауырымыз. Осы хозяйствода Анвар Көкемұлы соны таныстырып беріп жатқан. Енді келіп жатыр. Кеше көкпардан деде шаршаған. Кеше енді TikTok'тан көрген шығарсыздар. Бардық елде 2 миллион салым салып соны жуған ғой бір. Құттықтауына келсе қой егіз табады деп. Ау, Өзіңді айтып кетсеңші. өзім айттым ғой бағана. Тағай жасайын. Мына енді жаңа бізде Қоңырат ағайындардың біз алды орынбасары бар. Соның ең ішінде кішкентайы жаңа күлшелі бала сүймекке жақсы дейді ғой. Сол 5-6 орынбасары мен боламын. Тіл алғышы мен боламын сол. Есімім Жантас. Осы Қырғызалы ағайындардың бұрынғы төрағасы, қазір енді орынбасар болып сайлап, өздеріңіз сайладыңыздар енді. Ал енді қош келіп жатсыздар. Енді ары қарай тілек жалғастырсақ. Біз енді сөйлеп жүрміз ғой. Мына жерде орынбасарларға тілек берсек, осындағы мынау Қалжан ағамыз, Ермекбай ағамыз, Тайыр ағамыз 3 орынбасарға бір тілек берейін. Сәкен бар, Әнуар ағамыз бар, ол бұрыннан 15 жылдан бері бізбен бірге жүріп, дәмдес болып, осы мәлімдеріміздің бәрін қастарына бауырына басып, жақсы жағынан көрсетіп, елдің ортасында алғысқа, қошеметке ие болып жүрген азаматтардың бірі. Сол үшін енді үлкен әулет, үлкен ел, Әбекеңмен де жақсы білеміз, көп біздің кезімізде осы Әбекең бастап жүрді. Көп жыл бойы осы әулеттің зам болды, төрағасы болды. Сәкең бәрі осындай бір жақсы дәмдес сыйлас жүрген азаматтарымыз. Сіздерді енді ұрпақтарымыз жақсы білеміз. Әбекеңмен жақсы таныстырып кетті, елді, жұртты қайдан шыққан деген сұрақ қойылды. Бұл енді
бұрыннан әрі отырса сол дәстүр болып жатыр. Кім осындай дәм береді, өзінің елін, жұртын таныстырса, біреу біледі, біреу білмейді. Мысалы үшін енді сол келген жақсы деген ниеттеміз. Енді дастархандарыңызға көптен көп рахмет, кереметтей жасалған дәм. Енді бұл енді ағайындардың дәстүрі 2 айда бас қосып тұрады. Қоңырат ағайындардың төрағалары, осы өздеріндегі іштегі айтылатын әңгіме бар, келешек алға қойған пландар бар, өткізілетін бір іс-шаралар болады, өнім болады, жақсылық болады, той болады, соның бәрін бірге атсалысып, бірге осындай ортаға салып отырамыз. Енді қолымыздан келсе әйтеуір жақсы ниетімізді айтып, жақсы көргенімізді, естігенімізді айтып отырамыз. Сондай бір дәстүрлі дастарханның бірі. Енді өздеріңіз көріп жүрсіздер, мен өзі 16 жылдан бері осы ортадамын. 2016 жылы Аңғытайдың төрағасы сайланғанмын. Былтыр енді Нұрбол деген ініме мен тапсырдым. Институт алып қалдым. Сосын кейін қандай болады, институттың арты қалай болады, ертең ел сырттағы кетпесін деген ойменен осы Нұрбол деген бауырымызды Қоңырат ағайындар, Аңғытай ағайындар сайлап, Нұрбол ініміз сайлады. Нұрбол енді қазіргі бір ортамыз жүрген бір кереметтей жас, өзіндік ісі бар, өзіндік жақсылығы бар азаматтың бірі. Енді мынау төрағаларға да көптен көп алғысымыз шексіз. Енді 10 жылдан көп жүріп жатырмыз бірге. Көптеген іс-шаралар өтті. Көптеген жақсылықтар болды. Той жиындар болды, наурыздар өткердік. Соның бірі өтіп жатқан наурыз. Былтыр да биыл Саңғыл ағайындар берді. Былтыр Алды ағайындар берді. Бәрін жақсылығын бірге бөліп жүрміз. Біз де бердік. Қаракөздер бөлді. Бірінен бірі жақсарып қазір келе жатыр енді. Малдардың ойы бар жақсы, ағайындардың ой түйгені бар. Соның бәрі ортаға салып, енді оның бәрі келешекте осы ағайындарға бірін-біріне ынтымағына, ауызбіршілігіне, бірін-бірін танып жүрсін деген ниетпен ғой негізі. Оны кезінде ол ағаларым бастаған, кенже бауырым бастаған, сәкеңдер одан қоштады. Бүгінгі таңғана Марат бауырымыз қоштап, осындай әйтеуір ынтымақты бірге жүруге, бірге болуға көп жақсылықтарын жасап жатыр енді. Сол үшін жылдан жылға осы наурызымыз да жақсы болсын. Келешекте енді кімнің ойында қандай идея бар, ортаға салып айтып отырса, мынаны былай істесек, мынаны былай істесек деген ниеттер болатын болса, оған біз енді қолдап болатын болса, мына енді басында көп ағайындардың ұжым болған тұғын негізі кезінде бар ғой. Медицина жағындағы, заң жағындағы балдардың бәрін басын біріктіріп бірге жүрсін алсын деген, бірін-бірін таниды, араласып жүреді. Сол ынтымағымыз жоғалмасын. Баршаңызға амандық тілейміз, деніңізге саулық тілейміз, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Анау енді еліміз өсіп өніп жатыр. Қазір әлемдегі танымал елдің бірі болып жатыр мысалы үшін енді. Біреуін енді Назарбаев бастап таныстырып жатыр, бұрыннан бізді қазақ екенін, кім екенін біледі. Сол үшін енді жақсылық тілеймін, сәттілік тілеймін. Дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Тек осы дастарханға, сіздердің орталарыңызға жақсылық, қызық, қуаныш әкелуге Алла нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Бәрекелді. Мына тағы да ағайындар келіп жатыр, таныстыра өтейік. Бұрынғы Саңғыл ағайындардың төрағасы Қаршық ағамыз, қазір енді Қоңырат ағайындардың орынбасары. Қош келіп жатсыздар. Тілек жалғастырайық енді. Қаршық ағамыз шамал дәмден алып болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құрметті ағайындар. Енді бүгін 8 қанақты ақ үйдің ішінде Қожамберді ағамыздың ұрпақтары бүкіл Қоңыраттың басын қосып, ата бабаның арманы болған шығар, бір Қоңыратты жинай алмай кеттім. Енді бүгін жинап отырсыз. 4 көзіміз түгел болып отыр осы жерде. Міне дастархандарыңызға керемет. Шай өлмейді. Шай алдырыңыз. Жақсы тілектер айтылып жатыр. Жағынан бола берсін. Құдай қаласа осындай дастарханда бас қосып, сіз бізді жоғалтпай, әр уақытта бір-бірімізге құрметпен, сыймен қарап жүрсек дұрыс болады деп ойлаймын. Дастархандарыңызға береке, бақ. Ағайындар, тумалардың бәрі аман болсын, ел аман, жұрт аман болсын, патшамыз аман болсын. Барлықтарыңызға мың алғыс. Шәке. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Қожамберді бабамыздың ұрпақтары, сіздерге үлкен рахмет. Серік бауырымыз бастаған осындай керемет осындай жерде көп ас беріп жатсыздар. Үлкен алғыс сіздерге. Құдай қаласа біздер, мен өз 5 жылдан бері осы топқа
атаның төрағасымын. Осы кісілермен араласып жүрміз. Құдайға шүкір. Жаңа айтып жатырмыз ғой, жылдан жылға жақсы болып келе жатыр наурызымыз. Бақытжан ағамыздан эстафетаны қабылдап алдық. Өткенде Құдай қаласа кем қылмауға әрекет жасаймыз. Құдай қаласа. Атсалысамыз. Ауызбіршілігімізге ғайып берсін. Дастархандағы тек жақсылықта, қызықта жайылып. Төрт көзіміз түгел Құдай қаласа наурызда кездесіп жүре берейік. Видео. Ал.